кісі маған ғашық емес. Бұл кісі мені жақсы көрмейді. Бұл кісі мені сүймейді да. Бұл жақсы болды. Бірақ та мен болашағымды бұл адаммен елестете алмаймын. Шешімім. Сенің нақты шешімің? Иә, менің нақты шешімім. Себебі негізінде біз енді білмеймін ғой Ақбота, сенде біз енді арамызда басқаша әңгімелер болған сияқты еді. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар достар? Жұма қабыл болсын. Алматы. Кішкене бір жаңбыр жауғаннан кейін ба, екі күн или күн бұлт болғаннан кейін ба, кішкене қатты бір қапырғыстық жоқ еді, кішкене басылды, иә, Аллаға шүкір. Жақсы болып қалды. Прогулка жасауға да, жүріп тұруға да керемет болып қалды. Алдында кәдімгідей қатты ысып кетіп, адамдар талып қалып, давлениеге қатып, больницаға түсіп жатқан адамдарды естігенбіз ғой. Сол бір жақсылықтың, бір жамандықтың артынан міндетті түрде бір жақсылық бар дейді Алла Тағала. Дәл сол сияқты ғой. Жақсылық осы болып тұр ғой. Шүкір. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Достар, бұйырса ертең Ақтөбе қаласына Сарыағаштан бір ұстаз келатыр. Андай ғой, қалайды ғой ұстаз дегенде, енді адам ішінде жын бар ма, жоқ па, соны құранмен тексеріп, жолы болмай жүрген адамдардың жолын ашады дейді. Егер андай бала көтере алмай жүрген адамдар болса, оларға да андай себепті көп тиіп жатыр екен. Сол себепті қазір осыдан кейінгі стористі қарайтын болсаңыздар, сол кісінің номері болады. Соған хабарласып, қалада тек 3-ақ күн болады ағайындар, 3-ақ күн. Не бар, 3 күн болады. Соған хабарласып үлгеріп қалыңыздар. Андай ішіп, андай салынып кеткен адамдар ішуін қоя алмай жүрсе, сол кісіге барғаны дұрыс. Біраз адам барып, сол жаққа барып емделіп, сол кісіден құранмен не алып, ішуді қойып жатыр. Сол жерге келесі стористі қараңыздар. Достар, қыздар, парфюм алған жан ғана қатысады Геленвагенге. Мен кошелек алдым, мен крем алдым, мен кофе алдым, мен комбо сумка алдым. Қатысам ба дегендер қатыспайсыздар. Тек парфюм алған жан ғана. Бағанан бері қақылдап айтып жатырмын, мен қақылдап айтып жатқаныма қанша уақыт болды. Өйткені бұл менің бизнесім. Парфюм алып сіздің қайтып келгеніңізде мен сумка постоянно сатпаймын, постоянно қолтыққа себетін сатпаймын. Менікі әрдайым парфюм. Ассоциация төбемде міне парфюм деп тұр. Сондықтан парфюм алыңыздар. Қатсам десеңіздер. Ал комбо алып қойып мен 30 мыңға. Жоқ, өкінішке орай комбоға мен 20 мың теңге скидка жасағам. 30 мыңның сумкасын үстіне кошелек пен нені парфюмді тегін бердім. Өз атымнан. Сондықтан да ренжімеңіздер. Менде бір правила. Екі сөйлемеймін мен, бірақ айтам. Бір правила болды ма, сонымен кетесіздер. Анаған бір былай айтып, мынаған бір былай айтып, жексұрын болғым келмейді. Және де гелінді шынайы парфюм алған жанның біреуіне сыйлағым келеді. Бір неде болайықшы, бір уровеньде